Сәлем достар, бүгін біз ауызда еритін өте жұмсақ творожный пончик пісіреміз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ыдысқа сүзбе, қант, жұмыртқа, тұз салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып қосамыз да жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды 10-15 минут тындырып қоямыз, бетін жауып. Дайын қамырды ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 3-4 мм болуы керек. Сосын арнайы қалыппен немесе стаканмен дөңгелектеп кесіп аламыз. Ал ортасын кішкентай қалыппен немесе қақпақпен тесіп шығамыз. Осылайша пончик формасы шығады. Қызған майға салып, баяу отта екі жағында алтын түске дейін қуырамыз. Дайын болған пончиктерді қағаз сүлгіге шығарып, артық майын кетіреміз. Дайын пончиктердің бетіне қант ұнтағын себеміз. Міне біздің сүзбелі пончиктеріміз дайын, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ және де қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Сіз де жасап көріңіз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.